Бекен Римова атындағы Талдықорған драма театрында алдағы ақпан наурыз айында 3 премьералық қойылым сахналанады. Өнер ұжымында қазір тұсаукесерге қызу дайындық жүріп жатыр. Бұл театрға соңғы 2 жылда 20 жас актер жұмысқа тұрған. Оларға жергілікті билік тарапынан қандай қолдау көрсетіледі? Жалпы театрдың бүгінгі тыныс тіршілігі қандай? Жетісу облысындағы тілшіміз Ардақ Айбарұлы тарқатып айтып берсін. Бекен Римова атындағы Талдықорған драма театры еліміздегі жарты ғасырлық тарихы бар іргелі өнер ұжымы. Оның іргетасын 1975 жылы 7 қарашада Қазақстанның халық артисі Шолпан Жандарбекованың тікелей шәкірттері Кендебай Темірбайұлы, Серік Нұрхалық, Әлихан Ыдырышева, Мәкен Нұрмұхамбетова, Мұсақожа Әжібеков және Алмахан Кенжебековалар қалады. Жақында аталған өнер ұжымының көркемдік жетекшісі қызметіне еліміздегі талантты режиссерлердің бірі Данияр Базарқұлов тағайындалды. Бекен Римова театры былтырғы 2023 жылдың өзінде халықаралық деңгейдегі, республикалық деңгейдегі 7 фестивальге қатысып, соның 4-інен арнайы жүлде алып келуі, ол біз үшін үлкен мәртебе, үлкен жетістік деп білеміз. Бұл шыққан белесімізді төмендетіп алмас үшін, осы деңгейді ұстап қалу үшін басшылықпен ақылдаса келе, облыс әкімімен кеңесе келе, біз Данияр деген азаматты көркемдік жетекші театрымызға шақырып отырмыз. Театрға арнайы шақыртумен келген мамандарға қызметтік пәтер беріледі, ал жастар жатақханамен қамтамасыз етіледі. Жергілікті билік өкілдері өзін жақсы жағынан көрсете білген бекзат өнер иелерінің әлеуметтік жағдайын жақсартып, оларды тұрақты жұмысқа алып қалуға тырысатынын жеткізді. Мұғалім деген спектакльді қойып, ауыспас бұрын бір келіп кеткен болатын. Көрерменнің ықыласына бөленгенін көріп, жалпы бұяқтың халқы өнерге жақын екен байқаған болатын. Театрдың да ғимараты керемет жағдайда, свет жағынан болсын, музыкалық жағынан болсын, залдың әсемділігі бар жағынан көңілден шықты. Актерлары да өте дарынды. Театрда қазір алдағы ақпан наурыз айында сахналанатын 3 қойылымның репетициясы жүріп жатыр. Олар кіші формада өтетін иммерсивті бағыттағы Таптымау сені, Күйеу бала және Кездесу мен қоштасу спектаклі. Күйеу баланың атауын режиссер Данияр Базарқұлов қазақтың тойы бітпесін деп өзгерткен. Данияр адамның ойын дүр сілкіндіретін психологиялық бағыттағы драмалармен жұмыс істегенді ұнатады. Қазір бір емес 2 режиссер жұмыс жасап жатыр. Бұйырса келесі жылы 50 жыл театрымызға. Енді осыдан былай қарай жастар бұрқыратып, театрдың деңгейін жоғары, жаңа бағытта, үлкен бір шабытпен еңбек етеді, көтереді деп сенеміз. Алмахан Кенжебекова өткен жылы Умай ұлттық жүлдесімен мемлекеттік стипендияның иегері атанды. Театр сыншыларының шешімімен берілетін ең мықты актриса жүлдесінде жеңіп алды. Оның бәрі еңбекпен, ізденіспен келеді. Ол үшін кейінгі жастар біздің жолымызбен жүріп, қазақ өнерін биік деңгейге көтеруге барын салуы тиіс деді актриса. Ардақ Айбарұлы, Олжас Байбосынов, 24 KZ, Жетісу облысынан.